көрсетіп тұр ғой міне 0,004. Жоқ, соны түсіндірсін де бізге. Бұл жаңағы аммиакты өлшеген кезде нормативтен төмен көрсеткішті көрсетіп тұр. Жоқ, оны аммиакты қалай өлшейді? Мысалы, ауаны қайдан жұтады бұл аппарат? Мына жерде міне мына жерде Соның бәрін айтып қондырғылары бар. Кәне, Ішінде өзінің арнайы фильтрі бар бұның салынған. Аха. Менің білуімше. Содан кейін бұл жаңағы сіз тұрған жердегі ауаны өзіне сорып алады да. Жаңағы сіздер дауысын естідіңіздер ғой. Иә. Сол дауыс тоқтаған кезде өзі осыны есептеп шығарады. Автоматты түрде. Жоқ, қалай есептейді? Бұның ішінде қандай құрылғы бар? Қандай фильтр бар? Бұл дайын аппарат қой. Бұның ішінде ешқандай құрылғы салынбайды. Бұл не? Бұл кассета деп аталады. Аха. Не істейді бұл? Жоқ, түсіндірсеңізші, ашқаннан кейін. Бұл аппаратты көтеріп Сіздер мамансыздар ғой, иә? Сіздер мен басқарманың маманымын. Мен зерттеу, тоқташы, мен тыңдап алыңыздар. Сіздер бөліп жатсыздар да мен. Мен басқарманың маманымын. Мен бұндай аппаратпен өлшем жүргізбеймін. Сіздерге өтініш келіп түскеннен кейін біздің Еңбекшіқазақ аудандық экспертизаға хат жолдаймын. Маған осы аппаратты бөлуіңізді, сонымен бірге өлшем жүргізетін маманды бөлуіңізді сұраймын деп. Сосын экспертизаның басшысы осы кісіні береді, аппаратмен бірге береді. Ары бұл кісілер замер жасайды. Бізге сосын сол замердің результаты бойынша хаттама береді. Сол хаттамадан ары біз сіздерге жауап береміз. Сонда маман ана кісі ғой, аппараттың маманы, иә? Басқарманың маманы менмін, Жоқ, зерттеу жүргізетін маман осы кісі. Ол сізден сұрап тұр ғой. Мынау не деп сұрап сізден сұрап тұр? Мен басқармада істеп опыт көбірек болған. Сіз білмейтін ана кісі білетін ғой. құрылысқа аппаратты көтеріп Жоқ, демек осы аппаратпен келді, бұның істейтін істемейтін халық білмейді, мамандар өздері білеміз деп отыр. Алайда қалай істеп, қандай нәтиже көрсететінін айта алмайды. Бірақ сөздің ашығына келгенде, өзіміз білеміз деп отыр. Экспертиза болсын жарайды. Бірақ аппаратпен келді ғой бұл кісілер. Халыққа көрсетіп түсіндіру керек қой. Халыққа сіздер жай айтып отырсыздар, ауытқу табылмады деп отырсыздар. Енді ауытқудың қалай табылмағанын көрсетпейсіздер ғой. Мынау былай болу керек. Ауытқу болса былай болу керек. Қазір нәтиже былай көрсетіп тұр деген сияқты. Мынандай елді мекендерде атмосфералық ауаның сынамасын іріктеу және зерттеу хаттамасын береді. Осы хаттамада міне көрсетеді маған міне. Мен бұл кісілерге жазып беремін, маған күрсутекке, аммиакқа, сосын азот диоксидіне өлшем жүргізіп беріңіз деп. Бұл кісілер аппаратпен өлшенген жүргізді, міне анықталған обнаружение деп өткен аптада біз тексерген кезде, өткен апта емес, 12 июльдегі. Содан кейін міне бұл нормативтері осыған сәйкес келеді, келмейді деп жазып береді. Осы хаттаманың негізінде барып, сосын мен келіп түскен өтінішке жауап беремін. Бұл кісілер бұндай нәтижені жұмысына барып бірнеше күннен кейін шығара ма, әлде дәл осы уақытта шығарып бере ала ма? Бір күнде шығарасыздар, бір күнде шығарасыздар. Айтып отқандарыңыз түсінікті, бірақ істеп отқандарыңыз түсініксіз, ренжімеңіз. Мен басқарманың атына жауап беріп тұрмын. Өзімнің істейтін жұмысымды жауап беріп тұрмын. Енді ол аппарат қалай істейді, ол экспертиза қалай істейді, мен оған жауап бере алмаймын. Жақсы, сіз қай жерде тұрасыз өзіңіз? Мен Еңбекшіқазақ ауданында, Есік қаласында. Аудан орталығында, иә? Сіз жаңа тұрғындар сізге сұрақ... Алматы қаласында да тұрамын, сол үшін мен ертеде кешке жақында өтемін. Тұрғындар сізден сұрақ қойып, маман ретінде емес, жаңа естідіңіз ғой, адам ретінде айтыңызшы, өзіңіз естідіңіз ғой. Мен де сол сұрақ қойыңыз. Иә, жел қатты соққан кезде бүйтіп тоқтайды да, бір моментте болады. Иіс бар ғой? Бар. Болды. Рахмет.